Саламатсыздар ма балалар? Мен сіздерге бүгін әжемнің ертегісі жобасы аясында өнегелі ертегілер атты кітабындағы торғай мен түлкі атты ертегісін айтып берейін балалар. Баяғыда өткен заманда торғай мен түлкі екеуі айнымас, араларынан қыл өтпейтіндей дос болған екен. Бір күні түлкі торғайға сөз салып: "Торғай жан, екеуміз бірігіп егін ексек қайтеді" дейді. Торғай мақұлдап: "Жарайды, ексек егейік" деп екеуі бірігіп егін егеді. Егіндері жайқалып, жақсы бітік шығады. Көз түсіп егін піскенде, таң сәріде торғай мен түлкі екеуі бірігіп келіп, егінді оруға кіріседі. Түлкі жан жағына қарап торғайға: "Торғай жан, мен ана аспанды құлап кетеме деп қорқамын. Мен аспанды ұстап тұрайын, сен болсаң егінді ора бер" дейді. "Жарайды түлкі жан, сен бара бер" деп торғай өзі егінді ора бастайды. Егінді орып болып түлкіні шақырады. Түлкі, мен егінді орып болдым, кел, екеуміз бірігіп, басып, түптеп, ұшырып, мына астықты дайындайық" дейді. "Түлкі жан, сен өзің арғарата жасай бер, мен мына аспанды ұстап тұрайын, андағы дайындалған астықты басып қалар мына аспан" дейді. "Жарайды" деп торғай арғарата, түптеп, басып, ұшырып болған соң түлкіні шақырады. Түлкі, мен біттім, кел, мынаны екіге бөлсейік" дейді. Түлкі болса жалма-жан түсіп, өзінің жағы аспанды тіреп тұрып: "Менің еңбегім өте зор болды" деп өзіне көбірек салып, торғайға азырақ береді. Торғай үндемей өзіне тиесісін алып, арғарата өзі жөнмен кете барады. Басы ауған жаққа келе жатқанда алдынан бір салпаң құлақ ит шығады. Ит шығып, қал жағдайын сұрасады торғайға. "Торғай жан, саған не болған? Қабағың түсулі, режулісің ғой" дейді. Торғай түгел болған мән жайында айтып береді итке. Түлкіден көрген қорлығын бәрін түгел айтады. Ит қатты ызаланып: "Жатып ішер арамтамақ, қане сол түлкінің қоймасына мені алып бар" дейді. "Жарайды" деп торғай түлкінің қоймасына итті алып келеді. Ит болса астыққа көміліп жатып, түлкіні тосып жатады. Түлкі ойында ешнәрсе жоқ қоймаға келіп, ұңғып тарттырып алайын деп астықты қапқа қаптап жатқанда, иттің құлағы жатқанын байқап қалып, бұл да бір нәрсе, жейтін нәрсе ме деп аузымен тістеп алғанда, ар жағынан ит арс етіп шығып, түлкіні қуа жөнеледі. Түлкі қашып зорға құтылған екен иттен. Ал көрдіңдер ме балалар, бұл ертегіде түлкі өзінің досының еңбегін бағаламай ренжіткен екен. Сендер де балалар өз достарыңның еңбегін бағалап, бір-бірімен ренжіспей, бір нәрсе болса бөлісіп жеп, тату тәтті өмір сүріңдер балалар. Осымен ертегім аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар балалар.